Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше құрамына тары қосылып жасалатын өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмін көрсеңіздер, енді шаймен ішкіңіз келе беретін пирогтардың бірі, сондықтан жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен тарымыздың үстіне қайнап тұрған ыстық сүтті құйып, бір араластырып, бетін жауып, бұқтырып қоятын боламыз. Шамамен 20-25 минут аралығында қойып қоямыз. Тарымыз бөгіп дайын болғанша қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін електен өткізген ұнның үстіне бір шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхителімізді қосып бір араластырып, үстінен тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, үгілмелі қамыр жасаймыз. Біздің сары майымыз 72,5%-тен жоғары май болуы қажет, және маргарин қолданбаңыздар. Міне осындай үгілмелі қамыр болады. Енді бөлек ыдыста жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Кейін үгілмелі қамырымыздың үстінен жұмыртқалы массамызды құйып, қолымызбен жұмсақ, нәзік қамыр илейміз. Құрметті көрермендер, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осындай жұмсақтықтағы қамыр болады. Енді біздің салмасын дайындап алғанша салафан қалташасына салып, тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындау үшін бізде 20% қаймағымызды салып аламыз. Менде осындай президент фирмасынкі шелектегін де қолдана беруге болады. Үстіне жұмыртқамызды, қантымызды және де сүзбемізбен бөктіріліп дайын тұрған тарымызды саламыз. Және де формасын жақсы ұстау үшін 2 ас қасық жүгері крахмалын пайдаланамыз. Енді барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Бастапқыда осындай қасықтың көмегімен, кейін пенчикпен өстіп араластырып алдым. Міне осындай сұйықтықтағы салма дайын болады. Енді жаңағы қамырымызды 24 диаметрлік астына пергамент қағазы төселген формамыздың ішіне жайғастырып шығатын боламыз. Бортиктарын шығарып, біркелкі етіп жайғастырамыз. Бұл қамырды жаңағы қаласаңыздар оқтаумен жайып қолдансаңыздар да болады. Сол кезде асты теп-тегіс әдемі болып шығады. Және асты жақсы пісу үшін міндетті түрде осындай вилкамен түйреп шығуды ұмытпаңыздар. Енді үстінен жаңа салмамызды құйып, алдын ала қызып тұрған 160 градуста шамамен 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығатын болады. Осылай сілкіген кезде ортасы кішкене дірілдеп тұрады. Толық суығаннан кейін барып формасынан шешіп, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салқындатып барып кесіңіздер. Міне өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.